халықтың жерін алып кепілге қойып жіберген, бірақ кейін банкрот болған тұлғаға олардың жауапкершілігі қандай болады? Мен заң жоба аясында қазір мынау әкімшілік құқық бұзушылық және қылмыстық кодекске кіру туралы пайщиктердің құқықтарын қорғау бір ғана жер кодексі және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы заңға кіріп қана қоймай, оны әкімшілік құқық бұзушылық және қылмыстық кодекске кіру керек. Өкінішке орай, сізбен толығымен келісемін. Ондай проблема жерлерді алған, ауылдың жерлерін алғаннан кейін қалай алады дейсіз? Біріншіден, халықтың жалпы жиналыс шешімін жалған шешім дайындайды. Халықтың атынан, егер де 400 пайщик болса, 30 пайщик 400 пайщиктің қолын қойып жібереді. Бұл жалған құжаттарды фальсификация деп есептелінеді. Соның нәтижесінде сол пайщиктердің жерін жалпы жиналысын шешімінсіз, хаттамасыз, не хаттамада жалған қол қойып, банктерге кепілге қоя салады. Ал халық ол өзінің жерін кепілге қойылған 3-5, кейбіреу 10 жылдан кейін ғана біледі. Өкінішке орай, біз банкке кепілге қою шартын заңсыз деп танымыз. Және кепілді ұйымға қайтару практикасын күшейтуіміз керекпіз. Ол үшін біз қылмыстық кодексті, әкімшілік бұзушылық кодекске тиісті өзгерістер енгізуіміз керекпіз. Ол үшін жауапкершілігі шектеулі серіктестік, өндірістік кооператив, тұтыну кооперативте азаматтық кодекс, жер кодексіне тиісті өзгерістер енгізуіміз керекпіз. Сөйтіп қана біз бір нәрсені осы халықтың жерін қорғау мәселесінде бір қимыл болады. Бұл заңдарға өзгерістер енгізбей, ешқандай қимыл болмайды. Байиды, дөкейлер байиды, ал кейде одан да бетер бақыр мен тақырды отырады. Соңғы сауал болсын, сенаторлардың уәжі қалай болды? Сіздің қарсылығыңыз, сіз және комитет мүшелерінің қарсылығы. Енді бұл рабочий момент қой. Біз келіспейміз, сенаторлар да келіспейді. Мен де сенаторлардың пікірімен келіспеймін. Мен заң жобасын ұсынды олар. Біз бөгет жасап отырмыз. Олардың уәжі әлі білген жоқпын уәжін. Олардың уәжі не деп? Кеше комитеттің жиналысында олар айтады. Бұл үйлер нацпарктың құрылғанға дейін қайда болды дейді. Менің уәжім, менің жерге орналастыру толығымен құжаттамалардың қолында. Ол жерде үйлердің бар жоғы жоқ. Одан бөлек адамдар сотқа талап арыз берді ма? Сотқа талап кеше комитеттің жиналысында экология министрлігінің өкілі нақты айтты. Я сотқа азаматтар талап арыз берді. Азаматтар емес, нацпарк талап арыз берді сотқа. Мына азаматтарды нацпарктың территориясын шығару туралы. Бірақ 138 талап арыздың 30-ында ғана сот талап арызды қанағаттандырды да, сол нацпарктың ішіндегі жерлерді нацпарктың шекарасынан шығарып жіберді. Ал қалған 100 талап арызында соттар талап арызды қанағаттандырусыз қалдырды. Демек, соттар нацпарктың жерлерін нацпарктың қатарынан шығаруда негіз таппады. Таудың бөктері бар? Шешілді ме қазір уақытта шешілген жоқ па? Жоқ, ол таудың бөктері әлі шешілген жоқ. Себебі қазір тексерісті енді бастау туралы ұсыныс жасап жатырмын. Ол тексеріс тағайындалу керек ол үшін. Арыз түсті ме бас прокуратураға? Жоқ, түскен жоқ. Ол менің бастамам ғой. Себебі мынау Ерменсай, білесіздер, Ерменсай деген ықшам аудан бар Алматыда. Ерменсай ықшам ауданында 18 кадастрлық нөмірдегі жер, жалпы көлемі 840 гектар, менің есебім бойынша негізі 900 мың гектарға жуық, бірақ та ресми құжат бойынша 840 гектар жер жекеменшікке өтіп кеткен. Жекеменшіктің иесін өздеріңіз видеодан көрдіңіздер. Ол белгілі кезінде генерал Новиков етін, ол да қазір генерал. Енді оның заңды заңсыз алынған туралы ол нақты біз мәліметтеріміз жоқ. Тек ең сұрақ туындайтын сұрағы таудың бөктері. Таудың бөктері таулармен бірге, қыраттармен бірге, ормандармен бірге қалай жекеменшікке өтіп кеткен? Оның құжаттамаларын қарасаңыздар, 2004 жылы Қарасай ауданының әкімдігінің қаулысы бойынша
генералдың жеке меншігіне өтіп кеткен. Ол кезде әкім кім болуы мүмкін? Мен оны білмеймін, әкім кім болды. Бірақ Қарасай, Алматы облысы Қарасай ауданының әкімінің қаулысы бойынша жеке меншікке өтіп кеткен. Бізде орман кодексі бар. Орман кодексінде мен Новиковтың, генерал Новиковтың өзіне нақты бетіне айттым. Орман кодексіне сәйкес табиғи жолмен қалыптасқан ормандар, бұлар тек қана мемлекеттің меншігінде, мемлекеттік орман қорына кіреді. Өкініштісі, бұл да жемқорлардың кезінде болған жемқорлардың тірлігі деп есептеймін. Бұлар Новиковтың жері қаншама орман болсын, тоғай болсын, таудың қыраттары болсын, орман қорына кіргізбеген. Ол елді мекен жерінде отыр. Алматы қаласының елді мекен жері. Түсінесіздер ме? Ол жерге ешкім кіре алмайды. Ешкім кіре алмайды. Ол қазір мен оған сұрақ нақты қойдым. Не себепті азаматтар, туристер еркін кіріп шықпайды, таумен араламайды. Бұл толығымен жаңағы халықтың игілігі ғой деген сұрағыма ол кісінің жауабы: бұл менің жерім, мен өзім шешем. Мен жердің меншік иесі, мен өзім шешем. Кірімді кіргізбеймін, ешкімді қазір кіргізбеймін дейді. Сондықтан да бұл жердің заңдылығын, заңсыздығын әлі тиісті уәкілетті органдар тексереді. Жер ресурсын басқару комитеті, жер ресурсын басқару департаменті тексереді. Бірақ та оның заңдылығын тексереміз. Ешкімде заңсыз Назарбаевтың 30 жыл бойы тау, тас, мынау ауыл шаруашылық масанда су қорына кіретін, орман қорына кіретін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына кіретін жерлерді қолды қылып, өз игілігіне алып алған барлық жерлерді кім тұрмасын оның артында, министр болсын, әкім болсын, бәрін тексереміз.